сәлеметсіздер ме? Асылзат Бекалықызының қымбатты тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Әңгіме басталмас бұрын арнама тіркеліп қолдау білдіре кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мені шабыттандырады, қанаттандырады. Әкенің таңдауы Бекжан 5 қыздың әкесі еді. Оның үлкен арманы ұлды болу еді. Бірақ тағдыр оған 5 сұлу қыз сыйлады. Әйелі Айсұлу балаларға бар махаббатын беріп, оларды тәрбиелеуге жанын салды. Алайда уақыт өте келе Бекжанның жан дүниесіне бір нәрсе жетіспейтіндей көрінді. Бір күні ол үйден кетуге бел байлады. Мені түсініңдер, бұл менің өміріме керек деп хат жазып қалдырып басқа қалаға көшіп кетті. Айсұлу мен қыздары оның бұл ісін кешіре алмады. Бірақ өмірді жалғастыру керек екенін түсінді. Жылдар өтті, қыздары өсейіп, әрқайсысы өз жолын тапты. Олар анасының арқасында мықты тәуелсіз әйелге айналды. Ал Бекжанның өмірі қиын болды. Жаңа отбасы, ұлы болса да жүрегіне еш нәрсе толтыра алмады. Бір күні ол ауылына қайта оралуға шешім қабылдады. Бірақ қыздары мен әйелі оны қабылдай ала ма? Ол қартайған шағында жалғыз қаламын ба деп қорықты. Есікті Айсұлу ашты. Бірақ оның жүзінде салқындық бар еді. Сен бізді таңдамадың, деді ол қатқыл үнмен. Бірақ біз сені ұмытқан жоқпыз. Қыздары әкесімен сөйлескісі келмеді. Тек кіші қыз ғана, әке, біз сені жақсы көрдік, бірақ сен бізді тастап кеттің. Қазір сенің өміріңе жауапты емеспіз, деді. Бекжан тағдырдың бұл ауыр салмағын көтере алмады. Оның жалғыздықта өткен күндері оған өмірде ең маңызды нәрсе отбасы мен махаббатты түсінуге үйретті. Бірақ бұл түсінік тым кеш келген еді. Бекжан қыздарының сөзінен кейін есікті үнсіз жапты. Ол өзінің қателігін мойындағанмен бәрін қайта қалпына келтірудің мүмкін еместігін түсінді. Ауылдың тыныштығы оны терең ойға батырды. Ол осы жерде өткен бақытты жылдарын, 5 қызының күлкісін, Айсұлудың мейірімді жүзін есіне алды. Бірақ Бекжанның жүрегінде кішкентай үміт оты сөнбеді. Ол өзінің жасаған қателігін түзету үшін тырысып көру керек деп шешті. Ертесінде таң атысымен ол ауыл мешітіне барып имамнан ақыл сұрады. Адам жүрегі нәзік, бірақ кешірімді, деді имам. Ең бастысы сенің ниетің шынайы болсын. Отбасыңа қайта бар, оларға сүйіспеншілігіңді көрсет, сабырлы бол, кешірім сұраудан ұялма. Бекжан имамның сөзінен кейін жігер алып, Айсұлу мен қыздарына өзінің кешірім сұрайтын хат жазуды шешті. Ол хатта өзінің жасаған барлық қателігін мойындап, қыздарына қандай әке болғысы келетіні, оны кешіруін қаншалықты қалайтынын жазды. Хатты алған Айсұлу ұзақ ойланып отырды. Ол өткеннің ауыртпалығын ұмытпағанымен Бекжанның өзгергенін сезді. Ол қыздарымен ақылдасып, әкесін қайта қабылдауға дайын екенін білдірді. Бір кеште олар Бекжанды кешкі асқа шақырды. Бұл шақыру олардың жүрегіне жарық сыйлады. Дастархан басында бәрі үнсіз еді. Кенет кіші қызы Әлия сөз бастады. Әке, сен бізді тастап кеткенде біз қатты қиналдық. Бірақ анамыз бізге махаббат пен өмірге деген сенімді үйретті. Біз сені қабылдаймыз, бірақ сен бұл сенімді ақтауың керек. Бекжан көз жасына ерік беріп, маған тағы бір мүмкіндік беріңдер, сендердің сенімдеріңді ақтаймын, деді. Осы кештен кейін Бекжан отбасының бір бөлігі болуға тырысты. Ол қыздарына сүйіспеншілігін көрсетті. Немерелерінің қасында болып, өткен қателігін қайталамауға барын салды. Бекжан қайтадан отбасының арасында жүргенімен жарасы бірден жазылмады. Қыздары әкесімен ашық сөйлескенмен жүректеріндегі реніші әлі де қалды. Әсіресе үлкен қызы Меруерт әкесіне сенімсіздікпен қарады. Бір күні немерелерімен ойнап жүрген Бекжанның бейнесін көрген Меруерт ашулы дауыспен: «Әке, бізге осылай мейірімді болмадыңыз», деп ренжідіп, өзінің ренішін білдірді. «Бізде осылай көңіл күйімізден қуат алып өскіміз келді», деді. Бекжан үнсіз отырып қалды. Оның жүрегі сол сәтте шымырлады. Ол Меруерттің ренішін түсінді. Өйткені өзі де кезінде әкесіз өсті. «Қызым, сенің сөздерің дұрыс.
Мен сендерге берген уақытымды жоғалттым, бірақ енді қалған өмірімді сендерге арнағым келеді. Мен сендердің жан жараларыңды бірден жаза алмаймын, бірақ күн сайын сендермен біргемін, сенімдеріңді ақтауға тырысамын деді. Ол осыдан кейін Бекжан қыздарының өміріне көбірек араласа бастады. Ол олардың армандары мен мақсаттарын қолдауға тырысты. Әсіресе кенже қызы Әлиямен жақын араласты. Ол әкесін кешіріп, оған өз сенімін көрсетті. Бір күні Меруерттің отбасында қиындық туындап, ол әкесінен көмек сұрауға мәжбүр болды. Бекжан қызының жанынан дереу барып қолдау көрсетті. Бұл оқиға екеуінің арасындағы қарым-қатынасты жақындата түсті. Арада бірнеше жыл өткенде Бекжанның денсаулығы нашарлап, ол төсектен тұрмайтын болды. Оның жанында әрдайым қыздары мен немерелері болды. Ол қыздарын қолынан ұстап отырып, сендер менің ең үлкен байлығымсыңдар. Мен сендерден алшақтаған кезде өмірімнің мәні жоқтығын түсіндім. Бірақ сендер маған қайта мүмкіндік бердіңдер. Рахмет қыздарым, деді. Бекжан соңғы күндерін қыздарының сүйіспеншілігі мен қамқорлығында өткізді. Оның өмірі қателіктерден басталса да, соңында отбасының жылуы мен кешірімі оны құтқарды. Қорытынды: отбасылық байланыс ешқашан жоғалмайды. Өткеннің ауыртпалығын сезінгенімен, кешірім мен түсіністік адам өмірін қайта қалпына келтіре алады. Ең бастысы сүйіспеншілік, қамқорлық бәрін жеңеді. Бекжанның өмірі ақырын өтіп жатты. Қыздары оның жанынан кетпей, әрдайым қамқорлық жасап жүрді. Әсіресе кенже қызы Әлия оның жүрегінде ерекше орын алды. Ол әкесінің жанында отырып көп әңгіме айтатын. Сол сәттерде Бекжан өз өмірін қайта саралап, өткендегі қателіктерін өкінетін жиі сөз етті. Бір күні Бекжан қыздарын жан-жақтан жинады. Ол төсегінде отырып, олардың бәріне ерекше бір қарады. Қыздарым, мен сендерден соңғы бір өтінішім бар еді, деді ол әлсіз дауыспен. Қыздары жым-жырт болды. Бекжан ұзақ ойланып, мен сендерден ешқашан ешкімді тастап кетпеуді сұраймын. Отбасынан маңызды бар екенін мен кеш түсіндім. Бір-біріңді қолдап, қиындықта бірге қарсы тұрыңдар. Егер біреуге ренжісеңдер де, ешқашан байланысты үзбеңдер. Өмір қысқа, бірақ махаббат бәрін жеңеді, деді. Бұл сөздер қыздарының жүрегіне терең сіңді. Әкелерінің соңғы аманаты олардың өмірлік қағидаларына айналды. Көп ұзамай Бекжан дүниеден озды. Оның қазасы қыздарының жүрегіне ауыр тигенімен, олар әкесінің соңғы өтінішін орындауды өздеріне міндет етті. Әрқайсысы өз отбасын құрып, бір-біріне сүйеу болып, әкесінің айтқанындай тату-тәтті өмір сүрді. Бекжанның немерелері аталарын тек қыздары айтқан әңгімелерден танып білді. Одан аталарының қателіктерін қайталамауға тырысып, әрдайым жақындарына қамқор болды. Бекжанның бейіті ауыл шетіндегі биік төбеде орналасқан. Оның қыздары мен немерелері жыл сайын сол жерге жиналып, әкесін еске алды, рухына дұға бағыштады. Олар әрдайым әкелерінің айтқан соңғы аманатын есіне түсіріп, отбасының бірлігін сақтауды жалғастырып келеді. Жылдар өтіп Бекжанның немерелері есейеді. Олар аталары туралы әңгімелерді жиі еске алып, оның жасаған қателіктері мен кейінгі өмірін өздеріне сабақ етті. Әлияның ұлы Еркін бір күні анасына: «Апа, атам туралы көп естігім келеді деймін», дейді. Ол кісінің өмірі қиын болған сияқты. Неге ол бәрін тастап кетті, кейін қайта оралды, деп сұрады. Әлия ұлының көзіне терең қарап: «Балам, адамдар кейде өз өміріндегі маңызды нәрсені кеш түсінеді. Сенің атаң да солай болды. Ол отбасының маңызын, махаббаттың құнын кейінірек сезінді. Бірақ ең бастысы, ол өз қателігін мойындап, оны түзетуге тырысты», дейді. Еркін басын изеді. Ол осы оқиғадан үлкен сабақ алды. Сол сәтте Әлия өз әкесінің аманатын еске түсіріп, ең маңыздысы, біз оның қателігін қайталамаймыз. Біз әрдайым бірге боламыз, бір-бірімізді қолдаймыз. Өмірде адамның ең үлкен байлығы оның отбасы, деп сөзін жалғастырды. Бекжанның немерелері бұл аманатқа адал болды. Бір-біріне қамқор болып, қиындықтарға бірге қарсы тұрды.
Жыл сайын Бекжанның туылған күнінде бүкіл отбасы дастархан басында жиналып аталарын еске алатын дәстүр қалыптастырды. Бір жылы немерелерінің бірі Бекжан туралы кітап жазуды ұсынды. Бұл идеяны бүкіл отбасы құптады. Аталарының өмірін, жасаған қателіктерін, кейінгі өзгерістерін жазып шықты. Кітаптың аты «Өмір сабағы» еді.